Армысыздар менің көрермендерім, жездім қырындауын қояр емес. Сәлеметсіздер ме, құрбылар, замандастар. Мен осы еркектерді түсінбеймін. Көпке топырақ шашпаймын, бірақ кейбір еркектерде иман жоқ, түсінбеймін. Сондайларды істеген істеріне мен намыстанамын. Мен тұрмысқа шықпаған кезімде жездем ағайын алыстау артымнан қалмайтын сәті келсе ойнағандай болып құшақтап көтеріп алып немесе сүйіп алатын. Мен мән бермейтінмін оның осы қылықтарына. Күйеуге шыққан соң бір күні жездем хабарласып тұр. Сен күйеуіңді жақсы көрмейтін секілдісің. Ол саған тең емес. Мен апаңнан бұрын сені кездестіргенімізде қой жақсы көрем сені. Қатты ұнайсың. Бәрін қайта бастасақ қой деген секілді әңгіме айтатын болды. Кейін бір жеңгем маған сол жезденің сенің көрсе өзгеріп көзі жанып кетеді деп айтты. Мен содан кейін қорқып онымен мүлде сөйлеспей қашықтайтын болдым. Ал өткенде жақсы менен үлкен қайным келіп мені сүйетінін айтты. Ағама айтпашы тек деп өтінді. Осыдан бір жыл бұрын жеңгем ағамның басқамен сөйлесетінін біліп айғай болған. Сонда айтпаған еркектер жан жары бола тұра басқаға қалай қарайды? Мен ашуым келіп, үшеуін де тіпті туған ағым болса да жыным келеді. Қарап отырсам, үшеуінің де келіншектері жап-жақсы күліп тұрады. Ақ көңіл, жан жағына сыйлы. Сонда әйелдер күйеулері басқаға көз салмау үшін көкбет жалмауыз болуы керек пе? Құрметті көрермендер, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер.